Ақтөбе. Ақтөбенің тарихи көрікті жерлері. 19 ғасырдың 3-10 жылдығының аяғында Ресей империясы оңтүстік шығыстағы мемлекеттік шекараларды кеңейту және нығайту мәселелерімен айналысты. Ресейдің орталық Азия мен Қазақстан аумағына экономикалық және саяси ену үшін тірек бекіністерін құру міндеті болды. Қазақ даласында бекіністер тұрғызу арқылы Ресей 1848 жылға қарай Арал өңірі мен Сырдария жағалауына жетіп, Орта Азия хандықтарына жақындады. Одан әрі ілгерілеуге Қоқан хандығының билеушісі Омар хан 1820 жылы Сыр бойында негізін салған Ақмешіт бекінісі кедергі жасады. Ақмешіт бекінісі ол кейінгі Перовский бекінісі, қазіргі Қызылорда қаласы. 1853 жыл 2 шілдеде Перовскийдің 2167 адамнан тұратын екінші экспедициясы бұл жолы жан-жақты жабдықталып, дайындалған Ақтөбе Ақмешітіне келді. 1933 жыл науқанның мақсаты деп жазды оқиға қатысушысы. Езілгендерді ізгі қорғау. Ақмешіт бекінісі құлады. Енді Орынбор шекара сызығы Сыр бойына көшті. 1868 жылы қазанда патша үкіметі өлкенің бұйрығы тұрғындардың құқықтарын шектейтін дала өлкелерін басқару туралы уақытша ереже шығарды. Қанағаттанбаған адамдар пайда болып, көтерілістерді бастады. Подполковник Куторожин басқарған 2 зеңбірегі бар 2 казак жүздігі Орынбордан Торғай даласына жіберілді. Ол алған нұсқауды қарулы қолмен аяусыз әрекет етіңіз. 1868 жылдың көктеміне қарай дала тұрғындарының толқулары аяусыз басылды. Алайда мамыр айының басында Орынбордан 2 жаяу әскер, жүздеген казак және 14 зеңбіректен тұратын 2-ші отряд Елек пен Хобда өзендерінің аралығындағы аймаққа жіберілді. Әскерлерді адъютант граф Борх басқарды. 1869 жылы 14 мамырда жасақ Ақтөбе трактіне келді. Сарбаздар төбесі сұр көрпемен көмкерілген, ашық гүлді өрнектермен көмкерілген шексіз даланы көрді. Айналада жүздеген шақырым жерде бірде-бір адам баспанасы болған жоқ. Тек анда-санда ғана көкжиекте мал айдаған көшпелілердің сұлбалары жарқ ете қалды. Бор жағы еріп келе жатқан жолсерік оған Елек өзенінің ескі арнасынан биік ақтөбелер туралы аңыз айтып берді. Баяғыда, деді ол домбыраның сүймелдеумен кешкі уақытта, далада қайратты да батыл қарасай өмір сүріпті. Оны ешкім әділ жекпе-жекте жеңе алмаған. Сосын оның жаулары қолықпен азғырған. Тұтқынға түсіп, опасыздықпен өлтірді. Ұзақ уақыт бойы батырды жерлеуге ешкім рұқсат етілмеді. Қарапайым халық оны бейітінің басына үлкен ақ қорған қойып, жасырын жерледі. Көптеген басқыншылардың ордасы Ақтөбе трактісі арқылы өтті. Ал болат қылыштардың сыңғыры және қызыл жебелерінің ысқырығы бұл жерде бірнеше рет естілді. Ал батыр бейіті өткен шайқастардың мылқау куәгері болып, азаттықтың алыстағы ұрпақтары үшін өткен күндердің оқиғаларын қасиетті түрде сақтайды. Әскери губернатор трактатқа келгеннен кейін сарбаздар бекініс салуға кірісті. 1869 жылы 19 мамырда артиллериялық зеңбіректердің дүбірі астында Ақтөбе бекінісінің негізі қаланды. Бекініс 2 төбеге салынған. Күзет алаңдары, қауіпбақты, қару-жарақ бөлмесі салынды. Кейінірек солдаттар азық-түлік пен оқтар сақтайтын жертөлелер салды. Үйлерді салу үшін оңай қол жетімді табиғи материал саман пайдаланылды. Тамырын жерге тегізген, едені топырақты бірнеше солқылдақ саятшылық ақтөбелерге ыңғайсызданады. Даланың ыстық желдері оларды жан-жақтан қамшылап, майда тікенді құм мен сары шаңды жаудырды. Күшейту өсті. Бекіністің оңтүстік шығысында алғашқы үйлер 2 көшені құрады: Крепостная және Гарнизонная. Бірнеше жылдан кейін Александровская, ол кезде Либнехт, қазіргі Шернияз көшесі және Орынборская, бұрынғы Ленин, қазіргі Әйтеке би көшелері бой көтерді. Егіншілікке арналған құнарлы қала маңындағы жерлер және жергілікті халықтың онымен айналыспайтындығы туралы қауесет орталық Ресей губернияларының шаруалары арасында тез тарады.
1878 жылдан бастап Рязань, Воронеж және Тамбов губернияларынан алғашқы қоныс аударушылар, шаруалар келе бастады. Бастапқыда байырғы халық жасырын жаулықпен қарсы алған қоныстанушылар қазақ кедейлерімен тез тіл табысып кетті. 1886 жылы Астрахан губерниясынан көшіп келушілердің жаңа легі келіп, қала маңына қоныстанды. Кейіннен қала тұрғындары Атарвановка деп атады. 1891 жылы 29 мамырда Ақтөбе әскери бекінісіне ресми түрде қала атауы берілді, және оның атауы өзгертілді. Ақтөбе кейіннен Торғай облысының құрамына енді. Шамамен осы уақытта Орынбор-Ташкент темір жолының құрылысы басталды. 1901 жылы қала арқылы темір жол өтті. Темір жолдың алғашқы тармағы салынып, қала арқылы алғашқы жолаушылар пойыздары жүре бастағанда қалада алғашқы қонақүй Россия пайда болды. Қазіргі ол 11-ші мектеп. Бос жердің орнында станция алаңы, кейінірек одан алыс емес жерде су мұнарасы пайда болады. Осы мұнарадан бірінші жергілікті көше водопроводный атау шықты. Онда депода және станцияда жұмыс істеген көптеген темір жолаушылар тұрады. 1939-40 жылдар Ақтөбеде республикадағы бірінші ферроқорытпа зауытының құрылысы басталды. 1932 жылы 10 наурызда Ақтөбе облысының орталығы болды. 60 жылдардың ортасынан бастап тұрғын аудандар мен аудандардың құрылысы басталды. Ал 77 жылы, яғни 20 ғасырдың әрине, Ақтөбе Батыс Қазақстан темір жолының орталығы болды. 1999 жылы 11 наурызда Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен Ақтөбе қаласы Ақтөбе деп аталды. Қалада 500 мыңға жуық адам тұрады. Қалада ферроқорытпа зауыттары, рентген аппаратураларын шығаратын зауыт, ауыл шаруашылығы машиналары мен мұнай жабдықтарын шығаратын кәсіпорындар бар. Қалада медициналық және педагогикалық университеттер, жазғы академия және тағы да басқалар бар. Соғыс жылдарында зауыт жеделдетілген қарқынмен салынып, 1943 жылы алғашқы балқыманы шығарды. Зауыт маңына қала тұрғындары мен әр жерден жұмыс істеуге келген адамдар қоныстанған. Владимир Ильич Лениннің ескерткіші бар. Осылайша зауыттың айналасында тұрғын қалашық пайда болып, ол өз сөзінде жыл городок атауын алған. Қазір қала ресми түрде Ақтөбе деп аталады. Жалпы Ақтөбе Қазақстанның батысында, еліміздің еуропалық бөлігінде, Ақтөбе облысының солтүстігінде орналасқан. Қаланың ауданы 2,3 мың шаршы километр. Қала ішінде Елек өзені мен оның бірнеше салалары ағып жатыр. Жақын жерде Ақтөбе мен Саздин су қоймалары орналасқан. Еуразияның ішкі бөлігінде орналасуына және мұхиттардан едәуір қашықтықта орналасуына байланысты қаланың климаты күрт континенттік. Ақтөбе Қазақстан қалаларының ішінде тұрғындардың саны бойынша 4-ші орында. Және осы критерий бойынша Батыс Қазақстандағы ең ірі қала. Халқының саны бойынша республикадағы ең ірі облыс орталығы және оңтүстік Оралдағы ірі қалалардың бірі. Қала тұрғындарының саны 560.820 адамды құрайды. Ұлттық құрамы өте алуан түрлі. Ең көп қазақтар 81%-дан астам. Орыстар 13%-дай, украиндар 2%-ға жуық. Қала тұрғындарының басым діні ислам және христиан діндері. Болашақта 1,3 миллион адамды қондыруы тиіс қалыптасып келе жатқан Ақтөбе агломерациясы Ақтөбе маңындағы бірнеше ондаған елді мекендерді қамтиды. Енді әзірге осылай.